Сәлем достар, қалайсыңдар? Видеоны соңына дейін қараңыздар. Үйдің лавашынан мен донер жасадым. Лавашты менде төменде описаниядан лаваштың рецептісін қарап алсаңыздар болады. Ең алдымен тауықтың төстің етін осылай маринадқа қоямыз. Неше түрлі приправа, жаңағы универсальный приправа, тұз, бұрышын салып, шемшік май, одан кейін осылай бір стакан су құйып маринадқа 30 минут қоямыз да, одан кейін ұнға малып отырып, екі жағын қызартып қуырып аламыз. Шамамен 5 минуттай, 3-4 минуттай қуырып аламыз. Фри, одан кейін қуырып аламыз. Я болмаса мен сияқты духовкаға пісіріп алсаңыздар болады. Менде соусы майонез бен кетчуп, помидор қиярын салып, жаңағы тауық етін салып, фриді салып, грильницаға кептіріп аламыз, пісіріп аламыз. Сіздермен болған мен сұлу. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Тіркеліп алыңыздар.